Қайырлы күн, курс тыңдаушылары. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттар пәнінің тақырыбы және мақсаты, масса мен энергияның сақталу заңдары, сұйықтар мен газдардың физикалық қасиеттері қарастырылатын болады. Дәрісіміздің сұрақтары қарастырылатын бұл яғни пәннің тақырыбы және мақсаты, химиялық технологияның негізгі процестерінің түрлері, химиялық технология процестерінің теориялық негіздері, масса мен энергияның сақталу заңдары және аппараттардың негізгі өлшемдері. Химиялық технологияның негізгі процестері бірнеше түрлерге бөлінеді. Бұл яғни біріншіден механикалық процестер, химиялық процестер, масса алмасу процестері, жылу процестері және гидродинамикалық процестер болып бөлінеді. Механикалық процестер өту жылдамдығы қатты заттар механикасының заңдарымен анықталады. Бұларға қатты денелердің ұсақтау, іріктеу, араластыру және тасымалдау сияқты процестерді жатқыза аламыз. Химиялық процестер өту жылдамдығы химиялық кинетиканың заңдарымен анықталады. Бұларға каталитикалық крекинг, пиролиз, гидротазалау, айдау, ректификация сияқты процестер жатады. Бұл процестердің негізгі қозғаушы күші әрекеттесетін заттардың концентрациялары болып табылады. Масса алмасу процестері немесе диффузиялық процестер. Бұл процестер қоспаның бір немесе бірнеше құрастырушыларының бір фазадан екінші фазаға өтуімен сипатталады. Бұларға абсорбция, адсорбция, кептіру, кристаллизация, айдау, ректификация сияқты процестерді қарастыруымызға болады. Процестің қозғаушы күші бұл яғни концентрациялар айырмашы. Жылулық процестер бұл жылу өту жылдамдығының жылу өту тәсілдері заңдарымен анықталады. Бұларға жылыту, қыздыру, буландыру, булану, конденсациялау, балқу, қату сияқты процестерді қарастырамыз. Процестердің негізгі қозғаушы күші бұл температуралар айырмасы. Гидродинамикалық процестер өту жылдамдығы гидродинамиканың заңдылықтарымен анықталады. Бұларға сұйықтықтарды тасымалдау, газдарды тасымалдау, сығу, және газдарды сығу, сонымен қатар центрифугалау, тұндыру, яғни сұйықтықтарды бөлу, және қысым күшінің әсерінен, яғни сүзу, сұйықтықтың және араластыру процестері кіреді. Бұндағы процестің қозғаушы күші қысымдар айырмасы болып саналады. Ұйымдастыру тәсілі бойынша негізгі процестер былай жіктеледі. Бұл яғни мерзімді әрекетті процестер, құрастырылған әрекеттегі процестер, немесе үздіксіз әрекеттегі процестер. Мерзімді әрекетті процестер дегеніміз бұл белгілі бір уақыт аралығында аппаратқа шикізатты енгізіп, және өңделіп болғаннан кейін аппарат тоқтатылып, одан өнім алынып, жаңадан белгілі бір уақыт аралығында шикізатты жүктеп жүргізілетін процесс болып табылады. Яғни бұл кезде процестің барлық сатысы бір жерде, бірақ әртүрлі кезеңде өткізіледі. Ал құрастырылған әрекеттегі процестер дегеніміз, мұнда үздіксіз әрекеттегі процестің кейбір сатылары ғана мерзімді әрекетте жүргізіледі, немесе керісінше өтеді. Ал үздіксіз әрекеттегі процестер дегеніміз, бұл аппаратқа шикізат жүктеу және одан дайын өнімді алу үздіксіз болады. Яғни процесс үздіксіз түрде барлық сатылары белгілі бір уақыт аралығында емес, жаңағы үздіксіз түрде жүргізіліп тұрады. Сонымен қатар көлемнің әртүрлі нүктелерінде температураның, қысымның, концентрацияның және басқа тағы да басқа параметрлердің мәні уақыт бойынша өзгермейді. Химиялық технология процестерінің теориялық негіздері бұл яғни процестер мен аппараттарды есептеудің төмендегі негізгі мақсаттарын көздейді. Бұл жүйенің тепе-теңдік күйін анықтау, шикізат материалдың шығынын және алынған өнімнің мөлшерін, сонымен бірге жұмсалатын энергия және жылу тасымалдағыштың мөлшерін есептеу, аппараттың қолайлы режимін, жұмыс бетін немесе жұмыс көлемін анықтау, аппараттың және негізгі өлшемдерін анықтау болып табылады. Және осы химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттарында өнімділігін, және процесті есептеу үшін негізгі қарастырылатын бұл яғни материалдық және энергетикалық баланс болып саналады. Материалдық баланс дегеніміз бұл жаңағы өндіріске енгізілетін шикізат мөлшерімен және одан алынатын өнімнің мөлшеріне
тура пропорционал болатын болса, ал энергетикалық жылу балансын есептеу бұл жаңағы энергияның сақталу санына негізделеді және осы бойынша тепе-теңдік қарастырылады. Сонымен қатар процестердің негізгі теңдеулерін қарастыратын болсақ, бұл яғни процестің жылдамдығы болуы мүмкін, қарқындылығы болуы мүмкін. Сонымен қатар процестің яғни негізгі процесс нәтижесі немесе өткен жылу немесе жад мөлшерін анықтау болып саналады. Процестің негізгі теңдеулерін төмендегідей қарастыруымызға болады. Бұл яғни М процесс нәтижесін анықтау немесе зат мөлшерін анықтау. Бұл яғни процесс жылдамдығының беттік және көлемдік коэффициентінің және қозғаушы күш. Бұл яғни қозғаушы күш әртүрлі процестің түріне байланысты. Бұл яғни қысымдар айырмашылығы болуы мүмкін, массалар айырмашылығы болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл процестердің барлығы белгілі бір уақыт аралығында жүргізіледі. Процесс нәтижесінің уақыт бірлігіне қатынасы бұл процестің жылдамдығы деп аталады. Және бұл процестің жылдамдығы да негізгі өндіріс үшін бұл маңызды көрсеткіш болып саналады. Себебі бұл процестің нәтижесінің яғни массының уақыт бірлігіне қатынасын көрсетеді. Сонымен қатар процесс жылдамдығының бетіне немесе көлеміне қатынасын бұл яғни процестің қарқындылығын береді. Процестің қарқындылығы әртүрлі өндірісті есептеуде негізгі көрсеткіш ретінде қарастырылады. Сонымен қатар процестің қарқындылығы барлық уақыт қозғаушы күшіне тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал болады. Бұл теңдеуден аппараттың жұмыс көлемі V немесе F-ті біз есептей аламыз. Белгілі, егер аппарат арқылы өтетін заттың көлемі белгілі болса және оның жылдамдығы берілетін болса, онда аппараттың көлденең қимасын анықтай аламыз. Көлденең қимасы жаңа S әріппен белгіленеді. Сонымен қатар жаңағы аппараттың тағы бір өлшемдігі оның яғни биіктігі болып саналады немесе ұзындығы яғни горизонталь аппараттар үшін анықталады. Егер де F-ті анықтайтын болсақ, мұнда V-ны біз таба аламыз. A дегеніміз бұл яғни аппараттың меншікті беті, V бұл анықталған соң аппараттың биіктігі немесе ұзындығын көрсетеді.